Өмір, өтесің бір күні, тиясың қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Өмір бұл сөздің астарында көптеген мағына мен мән жатыр. Бұл 5 күндік жалғанда әр адам саналы қарекет қылуға тырысады. Тура жолдан таймай, әділдікті жанына серік еткен сондай жандардың бірі ардақты азамат, асыл жар, қимас бауыр, адал дос Мақсот Дыбысұлы Асқаров еді. Ардақты тұлға Мақсот Дыбысұлының ғұмыры ғибратқа толы. Ол 1968 жылы 21 мамырда Гурьев қаласында дүниеге келген. Әкесі анасы ел қатарлы тұрмыс тірлігін жалғаған қарапайым жандар еді. Әкесі Дыбыс Жексенғалиұлы Гурьев нефтегаз-геология жүйесінде инженер-экономист қызметін атқарса, шешесі Жаңылдық Қалыбекова Горпешеторгте еңбек ететін. Олардың шаңырақтарында Мақсот 5-ші ұрпақ болып жарық өмір есігін ашты. Алдында Мұрат, Марат, Ақмарал, Маржан атты аға әпкелері, өзінен кейін Асқат, Айбат есімді інілері бар тұғын. Ол кішкентайынан белсендет, бір орында тұрақтамайтын, әр нәрсені білмекке қызығушылығы жоғары болатын. Содан балабақшаға барған кезінде бір күні құлап омыртқасына зақым келтіреді. Кейіннен дәрігерлердің қате ем шарасының кесірінен денсаулығы жазылмастай дертке ұрынды. Аяқ басуы, жүрісі қиындады, сүйегі дұрыс бекімеді. Алайда Мақсот аталған қиындыққа мойымай, өмір ағысына қарсы жүзе білді. 1975 жылы Орджоникидзе атындағы нөмірі 12-ші орта мектептің табалдырығын аттап, оның 8-ші сыныбын бітірген соң, нөмірі 3-ші кәсіптік техникалық училищеге оқуға түседі. Білім ордасын 1986 жылы тәмамдап, 4-ші разрядта арматуршы, электр дәнекерлеуші біліктілігін меңгеріп шығады. Жалпы, оқушы кейіннен студент атанған Мақсот таудай талабымен, үлгілі тәрбиесімен көзге түсті. Спорттық шараларға, қоғамдық жұмыстарға жиі араласатын, әке-шешесіне де қолғабыс жасауға ұмтылатын. Сабақпен қатар үйдің шаруасына да мығым етті. Осы орайда оның ізденіштігі, зеректігі, қағылездігі, тәртібі ұстаздардың назарын аударатын дейді сыныптасы. Біздің Елена Клементина деген мұғаліміміз болды. Сол Мақсот ең сүйкімді жігіт, сол өте ұнайтын еді Елена Клементинаға. Себебі біздер банаға еске алсақ, 40 кітаппен зілдей сумкпен келетін едік. Соның ішінде бір дәптер жетпесе, ой, мынау қояншық, мынадан дым болмайды. Ана Мақсот қараш дейді. Мақсоттың сол кезде сумкасында 3 дәптер жатады. Бір кітап болмайды. Но ол басқа ерекше болатын еді бізге. Сосын мектепке де барғанда да сағат 2-де басталса, біздер деген сағат 1-де баратын едік. Сол мектептің тамағын атып, сол жерде асық ойнап, мәлік ойнап, сөйтіп бала кезім сөйтіп жақсы қызықты болып өтті. Бала Мақсоттың бос уақытындағы сүйіктісі балық аулау еді. Достармен қармаққа жиі шығатын. Әңгіме дүкен сыр сұхбат құратын.
жан дүниесінің тазалығынан шығар, сапардан үнемі қанжығасы майлы оралатын. Қыстың күні болсын, жаздың күні болсын, балыққа барып жүретін едік. Әсіресе мына қыстың күні қызық бір эпизодтарымыз бар. Енді жас балдарымыз ғой, 10 жасарыма мұзға шықтық, ең бірінші мұзға. Қыстың мұзы негізі жігіт болса да мықты болады, бірақ қорқынышты. Сонда біздер түсінбейміз оны. Барып мұзға шығып, ойып, қармақтарды қойсақ, 40 адам зеліп тұр қасымыздан қарап. Сонда біздер түсінбейміз, не қарап тұр мыналар деп. Ол айқасы мұз деген ойнау біледі екен, жайлап анадай жігішке болғасын. Соны бір үлкен кісі айтып жатыр, ай балдар суға кетесіңдер, шығыңдар деп. Сонда тек бізге есімізге түсті. Мына неге қауіп екен. Сөйтіп сосын бер жағынан шығып, арғы бетіне шығып, көпір арқылы. Ол жерде енді мұзы қалыңдау болды, сол жерде бала аулағанбыз, сол жерде қызық болған бір. Мақсатта бір тұрыс қармақ болған жоқ та ма, менде болды қармақ. Соның банағы ойда ештеме жоқ. Мақсат мына сенікі, сен аулаған балығың өзі сен қойып, мына менікі деп. Бірақта деген Мақсатқа деген балық деген ұрды. Шыны не керек? Жақсы қол шығып жатыр кәдімгі. Мен қасына отыр, маған дым түспейді. Енді бала шақтың қызғаны қышты. Ана қармақты маған бер, мен саған мынау қармақ беремін. Оны ауыстырдым. Одан қайта тап солай, оныкі жақсы деді, маған түспейді. Әйтеуір не керек? Сөйтіп балыққа баратын едік. Жаздың күні түнімен аулайтын едік, таңда ерте баратын едік. Мақсот училищедегі оқуын бітіргеннен кейін еңбек жолын Рембыт техника мекемесінен бастады. Тоңазытқыштарды жөндеу шебері болып адал жұмыс істеді. Өз ісіне кәсібилік тұрғыдан қарап, сапалы қызмет көрсетті. Тұтынушылар да оның жұмысына риза болып, жоғары бағасын беретін. Жұмыс істей жүріп, қосымша жоғары білім алып та үлгерді. Ленин атындағы Алматы политехникалық институтына сырттай оқуға түсіп, оны 1992 жылы тәмамдайды. Біліктілігі инженер-механик еді. Ол қиын қыстау 90-шы жылдары жеке кәсіпкерлікке бет бұрды. Тоңазытқыштардың дәнекерлеу аппараттарының қосалқы бөлшектерін әкелу үшін шекара асты. Астрахань, Орск, Мәскеу қалаларына жиі барды. Сондай сапарлардың бірінде Ақтөбе қаласында көлік апатына ұшырайды. Бұл онсыз да дімкәс сүйегіне, омыртқасына ауыр соққы болып қатты жарақат алады. Салдарынан денсаулығы сыр берді. Оңалту шаралары өте ауыр түрде өтті. Бірақ бұл жағдай Мақсоттың рухын өмір сүруге де құлшынысын сындыра алмаған еді. Ол аталған қиын сынақтан да өтіп, аяғына тік тұрды, кәсібін жалғастырды. Осы кезеңде болашақ жара Гүлбаршынмен кездесіп отау құрады. Олардың Бекболат, Жанболат және Алмат атты балалары бар тұғын. 1995 жылы Мақсот Дыбысұлы жеке кәсібіне жаңашылдықтар енгізіп, жаңа технологияларды қолдана бастады. Атырауға алғаш рет Түркиядан дәнекерлеу аппараттарын, құралдарын, фреон баллондарын әкелушілердің бірі болды. Бұл ретте серіктесі кейіннен дос атанған Юнус Языжимен тығыз байланыс орнатты. Екеуі кеңестік және шетелдік тоңазытқыштарды бірге жөндеді. Сонымен қатар Мақсот Николай Бондаренко, Никитыч, Юрий Шаховой, Александр Николенко сынды әріптестермен салқындату, жүйелерін қондыру, монтаждау жұмыстарымен айналысты. Олар тек Атырау қаласында ғана емес, аудандарда да сервистік қызметтер атқарды. Махамбет, Исатай, Құрманғазы аудандарына барды. Жеке адамдармен қатар заңды тұлғаларға да қызмет көрсетті. Түрлі мемлекеттік мекемелермен, ірі мұнай компаниялармен келісім шарт жасасты. Сапалы еңбек етіп, сенімді серіктес атанды. Мақсот қолды қалт етсе, уақытын босқа өткізбеуге тырысатын. Такси болып тасымал қызметін де жүргізді. Сондай-ақ мүгедектер қоғамына қатысты қоғамдық жұмыстарға көп уақытын арнайтын. Спортпен, соның ішінде үстел теннисімен, садақ атумен, ауыр атлетикамен шұғылданатын. Суда жақсы жүзетін, облыстағы, қаладағы мәдени спорттық шаралардан қалыс қалмайтын. Әнді де жоғары деңгейде шырқаушы еді, жарықтық. Осы орайда Мақсот өмірдің соңғы кезеңінде екінші жұбайы Раушанмен кездесіп, дәм тұзы жарасқанын айта кеткен жөн. Олар Сафиет атты қыздарын тәрбиелеп өсірді. Жалпы Мақсот Дыбысұлы ағайын туыстың арасында өте беделді еді.
Әулетке қарасты бүкіл шаралардың басы қасында өзі жүретін, көп сөйлемейтін, жұмысын іспен көрсететін. Атаулы күндерде еш жадынан шығармай бауырларын туған күндермен құттықтап, ақ тілегін арнап жүретін. Біз үшін ол анандай достан да артық бір болады ғой, бір ағайын болып кеткен, настолько бір сондай жақын болып кеткен адам ғой. Мен оны никогда бір Максот деп өзінің атымен өйтіп атаған емеспін. Ол мен үшін Макс. Ең бір, қалай деп айтсам екен, ең бір адал, да? Ондай досым енді қазір жоқ, енді өзі бір-ақ түйер болған. Мен ол кезде мына привокзальныйда оңалту орталығы болған, реабилитационный центр. Сол кезде ол бана тренажерный залға келетін. Сол кезде танысқанбыз. Бір рет маған ол менің пылесосым жанып кетіп, пылесосымды оңдап берген. Содан танысып кеттік біз. Сол танысқаннан танысып кеттік. Одан кейін банаға менің Раушан деген подружкамен ол танысты. Содан кейін екеуі семья құрды, семьялы болды. Бірақ мен оны Раушаннан бұрын білетінмін. Сол бір, қалай деп айтсақ, бір никогда ол бір серьезно сөйлемейді ғой бір. Мен оны патриотты серьезно воспринимать ететінмін да. Бір күні қанша осы келеді да, біздің үйге көбіне. Осы үйді алғанда ең бірінші келгені Макс. Постоянно тамақ пісіреміз, шақырам Максмен тамақ ішемін. Содан келеді, сосын келгені оның бір әдеті бар. Келеді ғой, келгенде сосын кетіп баратқанда айтады: никому не говори, что я приезжал дейді. Сонымен кәдімгідей оны бір серьезно воспринимать ететін едім. Соны сұрамаймын да, неге айтпаймын деп. Соны бір күні кәдімгідей соны не қылып сұрадым, неге деймін ғой. Сол кезде бір тарқылдап күлгені бар да маған. Я шучу деп. Соны мен оны сөйтіп ойлайтын, кәдімгідей не қылып шын көретін. Сол кетіп баратқанда постоянно есіктің алдында тұрады да айтатын: никому не говори, что я приезжал деп. Мақсоттың ерекше қасиеті ақ көңіл болатын. Жомарт азамат ретінде танылды. Аузын ашса көмекей көрінетін ашық жан еді. Қастандық, көре алмаушылық, мейірімсіздік жанына қас қасиеттер саналды. Біреуді ренжітуден, көңілін қалдырудан қорқатын. Керісінше, көмектесуге, қол ұшын созуға асығып тұратын. Человек такой, жизнерадостный, всегда улыбается, не показывает свои какие трудности. Всегда приходит на помощь, никогда не отказывает. Ремонтил холодильники. И какие-то проблемы у нас семейные, наших родственников, всегда только Максотовцы звали. Максот, родители говорят, только Максота, говорит, специалист. Наш, говорит, тоже, говорит, сын, говорит. Ну, в бизнесе 90-х он еще дополнительно начал заниматься сплит-системами. И всегда улыбался. Когда только ему позвонишь, он всегда какие-то приколы, всегда что-нибудь скажет, что мы всегда смеемся с ним. Ребята всегда у него спрашивают, друзья детства, старшие, младшие. Так что всегда беспокоился о своих родственниках, близких. Мүмкіндігі шектеулі адам көрсе жолда, ол ешкімге не істемейтін да, өтіп кетпейтін, ол көбіне постоянно көмектесіп жүретін. Сосын оның бір несі болды да, андай Матиз кішкентай машинасы болды ғой. Кішкентай. Соған деген садақа болса да, соған мініп аламыз біз. Мен коляскам сыймайтын. Сол колясканы әйтеуір бірден етіп салонға салып, сонда бар ғой, ешқашан мен бара алмаймын, или мен машинам кішкентай, мен сендерді апара алмаймын деп айтпайтын да. Себебі ол ешқандай отказ бермейтін. Бір жоқ деп айтпайтын, әйтеуір қалай болса әйтеуір бірден етіп, сыйғызып, сол Матизден біздер бір талай жерді араладық. Сонан бізге бір общий подружкамыз бар ғой, Балаусада тұратын Света деген.
Соның деген кішкентай немересі Максты көрсе, құдай жүрегі жарылып кетіп қуанатын. Дядя Макс. Сонымен кетпей бәлен сағат ойнап отыратын да. Кәдімгі бүкіл ойыншықтарын алып келеді, Макстың алдына үйіп қояды. Сонымен Макс кәдімгідей ойнап сөйтетін. Бала жағым ғой негізі, бала жақсы көреді. Бір жыл болды, жүзіңді көрмегелі. Мейірімді жанарыңа шөлдегелі. Сағынышты басамыз қарап қойып, суретіңе ілеулі бөлмедегі. Даланың төзіп боран жауынына, бейнеттің көріп жеңіл ауырында, жемісін аз ғана уақыт таттыңдағы, кете бардың оралмас ауылыңа. Уақыт жүйрік тартқызбаған тізгінін, асыл адам негерде мызғыдың. Жүректесің, мәңгілік көшпейсің. Еске аламыз, сағынышпен біз бүгін. Соңғы кезде ауырып жүрген кездерде ол ауырмай тұрып айтатын: я боюсь умереть, я боюсь смерти деп. Сол кезде де байғұсты айтам, қайдағын айтпай жүрсің деп. Сол кезде мүмкін сезіп жүрді ма, кім біліпті. Қазір ойлап қараса, бірім адам сенгісіз да, мысалға мен өз басым сенбеймін. Оның әлі жоқ екеніне, мысалы, маған бір түрлі бір келіп қалатын сияқты, сондай болып тұрады. Біздер мәйітін тұрғызғаннан кейін бардық қой. Сонда бар ғой, бір кәдімгі сыртын оқығанда, фотосын көргенде ғана тек қана сондай бір действительно оның жоқ екеніне көзім жетті да сол кезде. Оған дейін вообще бір келетін сияқты болып тұрады. Өмір, адамға бірақ берілетін өмірді ардақты азамат, қимас бауыр, адал дос Мақсот Дыбысұлы Асқаров кіршіксіз таза атқарды. Еш пенденің ала жібін аттамаған, ешкімге иненің жасуындай қиянат жасамаған, азаматтық ар алдында бейкүнә таза, ел алдында парасат пайымы биік қалпында бақилық болды. Артында сағыныштан көз жасы мөлдіреп, ағайын туыстары, бауырлары, әріптестері, достары қалды. Енді аруағымен соларды желеп жебегей. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Жаныңыз жәннаттың төрінде шалқығай. Бақи бол, асыл азамат.